Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте жұмсақ сүзбе қосылған тоқаш дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Жылы сүтімізді құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, 3 ас қасық қантымызды салып, араластырып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша 4 ас қосып қоссаңыздар да болады. Мен тәттірек болсын деп көбірек 1 ас қасық артық қостым. Енді дрожжиді салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ерген сары майымызды осы ортада венчиктің көмегімен араластырып құямыз. Енді шай қасық, жарты шай қасық ванилин қостым. Сіздер ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Ары қарай ұнымызды салып, венчиктің көмегімен бастапқыда араластырып аламыз. Осылай кішкене араластырып алғаннан соң, бір жұмыртқамызды салып, ары қарай қолдың көмегімен қамыр илейміз. Өте жұмсақ, жабысқақ болады. Сіз қолға жабысқанның неғымаңыздар. Кішкене ғана ұн сеуіп, ары қарай өте жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне осылай болып шығады. Өте жұмсақ болып шығады. Иін қандырып илеп, бетін жауып, ашығанын 1 сағаттай күтетін боламыз. Міне менің қамырым ашыды, 2 есе көтерілді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 2 бөлікке бөліп, ары қарай бірдей қылып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөлдім. Осылай домалақ шарик қылып жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай жасап шықтым. Міне осылай бәрін шарик қылып домалатып шықтым. Енді 5-10 минутқа бетін жауып, кішкене демалғанын күтеміз. Міне 5-10 минут өтті. Енді листімізге осылай қолдың көмегімен кішкене ғана жатқызамыз. Енді кезекте тағы да кішкене ғана бетін жауып, осылай көтерілген күтеміз. Міне біздің қамырымыз тағы да осындай ыдыспен осылай астын өздеріңіздің қалауларыңызша ыдысты алып, осылай ішін осылай басып шығамыз. Қазір осы жерге начинкамыз салатын боламыз, яғни сүзбемізді. Барлығын осылай жасап шығып, кішкене бетін жауып. Енді кезекте сүзбемізге жұмыртқамызды салып, 1 шай қасық ванилин немесе ванильный сахар салсаңыздар болады. Және қантымызды салып, крахмалымызды салып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Міне біздің араласты, біздің начинкамыз дайын болды. Осылай ішіне салып шықтым. Енді жұмыртқамыздың сарысын осылай булочкамыздың сыртына, тоқаштың сыртына осылай жағып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 шетіне ғана жағып шығамыз. Ортасына мүлдем жағуға болмайды, өйткені сап-сары болып қалуы мүмкін. Міне осылай жағып шықтым бәріне. Міне біздің булочкаларымыз осылай болып шығады. Тоқаштарымыз бәріне жағып шықтым. Енді қызып тұрған 200 градуста пеште пісіріп аламыз. Міне біздің тоқашымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Жанар. Тіркеліп алып, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыз.